Сәлем қыздар. Мына қыстай жиналған жіптің көлемі осыншама болды. Келесі сезонға қалдырмайын деп шештім да. Осы жіптердің барлығын бір бұйымдар тоқуға кірісіп кеттім. Мінекей осыншама заттар шықты. Қазір барлығын бір талдап көрсететін боламын. Бір маток пух норка қалған болатын. Бұдан бір үлкен кісіге арналған шапка шықты. Мында екі жіпті біріктірдім да, бір 4-5 жасар балаға арналған шапка. Мына кардиган тоқылды. Бұл кардиганның тура сол комбинезонның мастер-классы бар. Сол комбинезонның мастер-классымен тек кардиган қылып тоқуға да болады. Сол мастер-класспен тоқсаңыздар болады. Бұл жерде бір 3-4 айлық балаға арналған кардиган. Мына екі түсті қосып, безрукавка тоқылды. Бір 4-5 жас аралықтағы балаға арналған. Осындай безрукавканың мастер-классы қажет болса, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Видео түсіріп, мастер-класс жасауға болады. Тоқылу өте оңай. Барлығы оң қылып тоқылған. Пинетка. Кішкентай балаға арналған бұл пинетканың мастер-классының ссылкасын мен жерге қалдырып кетемін. Осы жақтан көрсеңіздер болады. Және де мынандай носки. Бұл носкінің өкшесін мен бірінші рет тоқып тұрмын. Осындай бумеранг деп аталады. Өкшенің. Бұларда уже қалған жіптерден тоқылды. Мына обычный носки. Тоже мастер-классы бар. Менің каналымнан көрсеңіздер болады. Қалғандарын барлығын носки тоқылды. Мына жерде бір маток жіп қалған болатын. Ализеден. Бұл жерде балаларға арнап үш носки тоқылды. Осылай қыстан қалған жіптің барлығын тоқып болдым. Енді келесі сезонға жаңа жіптер алатын боламын.